Интернет біліммен байланыс әлемі. Бір күні Айдана мен оның сыныптасы Әли информатика сабағында мұғалімнен интернет туралы көп нәрсе білді. Мұғалім оларға «Интернет пайдалы, бірақ оны дұрыс қолдану маңызды», деді. Сабақтан кейін балалар үйге барып, интернетті пайдаланып үй тапсырмасын орындады. Айдана Қазақстан туралы мәлімет іздеп, әдемі суреттер мен қызықты деректер тапты. Ол интернеттің білім алуға, достар табуға және шығармашылықпен айналысуға көмектесетінін түсінді. Бірақ Айдана интернетті қолданғанда әрқашан қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Бөтен адамдарға өз аты жөнін, мекен жайын немесе телефон нөмірін айтпайды. Күмәнді сайттарға кірмейді және бейтаныс сілтемелерді ашпайды. Ата-анасынан немесе мұғалімінен рұқсат сұрап пайдаланады. Интернет ақылды қолдана білсең пайдалы дос. Ал ережені ұмытсаң, қауіпті әлем.